Жиган, мынау қосылып тұр қазір. Прямой эфир уже. Прямой эфир уже қосылып тұр, мен қосып қойдым. Қазір ол подпискада бар адамдарға уведомление барады да. Анау енді әлі инстаграмды білмей жүрген кісілер сұрап жатса. Негізі былай сілтемен жүріп қойған ғой астына. Сілтемен басады, сосын прямой эфир болып отқан көрсетіп тұрады өз қызыл болып. Соны басады да кіре береді ішіне. Сол арқылы өтеді. Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар, құрметті бизнесмендер, маркет тұтынушылары. Кісілер қосылсын. Бүгін 3 блоктан тұратын прямой эфир, тікелей эфир. Тез жасап өткіземіз. Кеше тікелей эфир жасап өте керемет ақпарат берген болатынбыз, бірақ жалғыз біз емес, по-моему, Қазақстан бойынша немесе әлем бойынша болды ма? WhatsApp'та, Instagram'да бір технический ошибка болды ма, білмеймін қандай не болғаны, бәрімізді шығарып жіберді моментально бір уақыттың ішінде. Саламатсыздар ма, Құралай ханым, Ақтөбе қаласынан бізде Алматыда офлайн форматта өткізген сабағымызға, мастер-классымызға қатысқан болатын. Уағалейкум ассалам, Қанеке 656. Тағы кісілер қосылсын. Бүгін тікелей эфирді мен жалғыз өзім жүргіземін. Өйткені Ардақ мырза өзінің жеке өміріндегі бір мероприятиеде содан үлгермей жатыр. Сол себептен мен өзім жүргізетін боламын. Бүгін тікелей эфир бізде 3 блоктан тұрады. Бірінші блогымыз о-маркеттегі өзгерістер. Екінші блок о-маркетте жұмыс жасау үшін қарапайым адамдар, мысалы о-маркетті бастап қойып, масштабқа шыға алмай жүрген кісілер, ол үшін қандай действиялар жасау керек, қандай әрекеттер жасау керек, соны айтатын боламыз. Үшінші блок, бізден курс өтіп жетістікке жеткен кісілер бар, қалай масштабқа шығып жатқан кісілер бар, бізге дейін қандай дәрежеде болды, бізге келгеннен кейін қандай дәрежеде, қандай жетістіктері бар, қандай табыс бар, қандай оборот бар. То есть біз осыны айтатын боламыз сіздермен бірге. Сұрақтар болатын болса, өздеріңізге жазып отырыңыздар. Эфирдің аяғында бір 10 минут уақыт бөліп, сол сұрақтарға арасынан тез жауап беріп өтетін боламын. Көп уақыттарыңызды алмаймын. Бізде де уақыт өте тығыз. Сол үшін уәде еткендей 9-да шығатын болғандықтан қазір уақыт бөліп міне алдарыңызға шығып отырмыз. Кісілер тағы да қосылсын. Оған дейін о-маркетпен айналысып жатқан кісілер бар ма орталарыңызда? Я айналысып жатырмын, білем о-маркетті дейтін кісілер болса, плюс қойып өтіңіздер. Мен біліп отырайын. О-маркетпен айналысып жатырмын деп плюс қойып өтсеңіздер, маған түсінікті болады. Жаңадан қосылып жатқан кісілер, тағы да қайталап өтейін, о-маркет келесі жылдан бастап, 2025-тен бастап, о-маркет түбегейлі өзгереді. Жалпы Қазақстандағы мемлекеттік сатып алу жұмыстарына, то есть ішінде товарка бар, работа, услуга бар. Соның ішінде тоже көптеген өзгерістер болады. Бұрындары ЗЦП, запрос ценовое предложение мен табысқа жетіп жүрген, емін-еркін жұмыс жасап жүрген кісілер, енді солардың менің өзім аналитикам бойынша 70% енді қатысамайтын болады. Потому что ол жерде де көптеген өзгерістер бар. Бар курс алдым, дистрибьютор. Алла жазса, ертең хат жіберем дейді. Тамаша, керемет. Енді адамбыз ғой бәріміз, қазір көре салып, қазір бір кнопканы баса салып, немесе бір тақырыпқа информация алып, бірден жасап кетем, бірден болып кетеді деп ойлайды көп кісілер. Бірақ көп жұмысқа, табысқа шығу үшін, белгілі бір деңгейге шығу үшін міндетті түрде табандылық керек, жігерлік керек, шыдамдылық керек. Кез келген жұмыстың басында адамдарда қиындықтар болады, сол қиындықты жеңе білу керек. Қиындықты жеңу үшін төзімділік керек, желание керек, өздеріңіз білесіздер. Ешкім аяқ аспаннан салбырап түскен жоқ. Ол үшін сондай ортада болу керек, оқу керек, жасау керек. Самостоятельно жасасаңыз көп уақыт жүресіз. Білетін адамдардың ортасында жүрсеңіз, көптеген қиындықтарды емін-еркін шешімін тауып кетуге болады. Енді қараңыздар, о-маркетте қандай өзгеріс? Алдағы уақытта о-маркет площадкасымен бірге Қазақстандағы басқа да маркетплейстер біргеді. Мен даусым сіздерге анық естіліп тұр ма, достар?
егер естіліп тұрса, бір плюсты қойып өтсеңіздер, естіліп тұр, ешқандай помеха жоқ дейтін болсаңыздар, өйткені қайта тікелей эфирді жүргізу уақыт сай келмейді. Иә, келісім бар дейді. Ардақ мырза айтып берді, қалай жасау керектігін дейді. Иә, дистрибьюторстан алу. Естіліп тұр дейді. Рахмет Құралай ханым, рахмет Мағал ханым. Жақсы, тамаша, естіліп тұрса, ешқандай помеха болмаса, онда біз тікелей эфирімізді ары қарай бастап кете берейік. Омаркетте өзгеріс алдағы уақытта, жаңа айтқаным, ең басты өзгеріс ол басқа маркетплейстардың басын біріктіреді да барлығы омаркетпен бірге жұмыс жасайтын болады. То есть ол жақтында поставщиктері болады. Мысалға примерге Каспийді аласылайық. Енді біздің үлкен маркетплейстің бірі Қазақстанда B2B, B2C секторға жұмыс жасайтын ол Каспий маркетплейсі. Мен точно Каспий қосылады ма қосылмайды ма білмеймін, бірақ ойымша қосылатын сияқты. Әзірге ол туралы нақты ақпарат жоқ. Қай маркетплейстер ол маркет арқылы қосылып бірге жұмыс жасайтын. То есть Каспийдегі жұмыс жасайтын кісілер о маркетке де, о маркеттің заказчиктеріне де поставка жасай алуы мүмкін. Түсінікті ғой достар, иә? Бірақ енді білесіздер, о маркетпен жұмыс жасау үшін міндетті түрде бірінші госзакупқа регистрация тұрған болу керек. Енді госзакуп жайлы айтатын болсақ, госзакуптың ішінде запрос ценовой предложение деген бар. Барлықтарыңыз білесіздер, иә? Ол жерде оп-оңай қатысу, оған подача, заявка беру деген оп-оңай. Бұл таңда запрос ценовой предложениеге заявка беретін кездеріңізде сіздерде определенный суммадан кейін обеспечение деген бар, 3%. Ол 3%-ден бөлек қазір тағы да 3% төлейсіздер для участия тендера, то есть ЗЦП-ға қатысу үшін 3% төлейсіздер дополнительно. Оны ұтып алып, орындай алмай қалатын болсаңыздар, обеспечение договор 3%-іңіз, және для участия тендера 3%, 6%-іңіз күйіп кетеді. Демек, бұл методын тыкания үйреніп алып, енді ғана бастап жатқан опыт жоқ адамдарға бұл өте қиын, өте ауыр болатын болады. То есть, мысалы, осы уақытқа дейін ЗЦП-мен емін-еркін жұмыс жасап келген адамдар қатысады, отказ бере салады, ертең орындай алмай қалатын болса, басқа болатын болса, тек қана черный списокқа, то есть РНУ-ға кіретін болса, недобросовестный поставщик болып тіркелетін болса, қазіргі таңда тек қана недобросовестный поставщик емес, еще төлеген 3%-іңіз күйіп кететін болады, достар. Наглядный пример, кешеден прямой эфирге қатысқандарыңыз болса, көргендеріңіз бар шығар, қатысып мүмкін көре алмағандарыңыз да бар шығар. 3 миллионның тендеріне қатыссаңыз, 3% 90 мың теңге, тағы да 3% 180 мың теңгеңіз просто так күйіп кететін болады, достар. Сол себептен тендерге қатыспас бұрын, ашық конкурстан бұрын, жай ғана запрос ценовой предложениеге қатыспас бұрын, сіз міндетті түрде бірінші уақытта товарды тауып алып, одан кейін барып қатысуыңыз керексіз. Тендерге қатысып жүрген кісілер, сіздерге бұл құлақ қағыс болсын, сіздер нақты осы түсініп алыңыздар. Енді бұл не мақсатта жасалып отыр, бұның мақсаты неде, бұлай жасалып отқан себебі. Және де тағы да ақпарат, бұрын тендер жарияланған кезде 8 күн, 10 күн болатын болса, қазір 2-ақ күн, достар. 2-ақ күнге ғана жарияланады. Бұрын адамдардың көпшілігі, басым көпшілігі бірінші қатысып ұтып алады, одан кейін барып товар іздейді. Одан кейін заказчикпен барып келісем дейді, үйтем дейді, бүйтем дейді. Ендігі таңда ондай деген болмайды. 2 күннің ішінде сіз товарды тауып үлгеруіңіз керексіз. Және де подавать еткен кезде уже алдын ала 6% общий суммаңыздан 6% ақшаңыз қолыңызда болу керек. Бұл деген нені білдіреді? Бұл деген запрос ценовой предложениеге қатысатын поставщиктерді сейт етеді. Бұл сетка есебінде, то есть фильтр есебінде. Көптеген өтірік қатысатын, жұмыстарын таза жасай алмайтын, жұмысын таза білмейтін адамдардың барлығы бұл жерде сейт етіліп кетеді. Мысалы, қатысып жүрсіздер, өздеріңіз білесіздер. Бір товарға заявкаға берсеңіз, участников 50 деп тұрады, 30 адам деп тұрады, 20 адам деп тұрады, 70 адам деп тұрады. То есть енді 50 адам болатын болса, оның ішінде примерно қатысатын 10 адам болады, 40 адамы просто сливаться етіліп кетеді. Өйткені көп поставщиктер, мысалы, категорияға бөлетін болсақ, 2 категорияға поставщиктерді. Бір поставщиктер ұтқыш келеді, ұтып жатады, бірақ ол поставкасын жасап жатыр ма, жасап жатқан жоқ па, уақытылы қойып жатыр ма, біз білмейміз. Екінші поставщиктер бар, төмен баға беріп ұтып келіп жатыр, төмен баға беріп ұтып келіп жатыр тендерді дейді, өздері ұта алмай отыр. Сол төмен баға беріп ұтып кеткендердің барлығы поставканы жасай алмайды. Ең төмен баға берген 100% поставщиктердің где-то 80-90% орындай алмайды жұмысын.
бір статистика бойынша қарайтын болсақ, кеше Ардақ мырза айтып отыр, открытый конкурстан қанша поставщик қара тізімге кетеді, запрос ценовой предложениеден және бір көзден сатып алу бойынша. Енді келесі кезекте мемлекеттік сатып алуда, госзакупте сатып алу көздері, мысалы запрос ценовое предложение, открытый конкурс, жаңағы торги дейді. Осының ішіндегі из одного источника до 100 МРП, то есть бір көзден сатып алу 100 МРП-ге дейін келесі жылы қайтадан іске қосылатын болады. Ол маркетке ешқандай да кедергісі жоқ, маркетке ешқандай зияны жоқ. Ал енді мынау госзакупте жұмыс жасап жүргендер, қазір именно ЗЦП-мен ғана жұмыс жасайтын адамдар бар. Басым көпшілігі ЗЦП-мен ғана жұмыс жасайды, открытый конкурспен жұмыс жасамайды. Неге? Қайдан алып келгенде қайтадан сол енді психология келеміз, адам қорқады, масштабқа шыққысы келеді, действие жасамайды и сол бір орында топ істетіп жүре береді. Енді ол ЗЦП-дан да айырыласыздар, егер жұмысыңызға тиянақты болмасаңыз. Бір-екі рет өзіңіз 6%-дан беріп қадалғаннан кейін ары қарай өзіңізді ЗЦП-ға қатысуды қоятын шығарсыз. Қадалмас үшін қандай әрекеттер керек, қандай действие жасау керек, сондай ортада болуыңыз керексіз. Түсіну керек, табандылық керек, сізде база поставщиктер болу керек, производительдердің базасы болу керек, міндетті түрде. Сіз жарияланып тұрған тендерге қатыспас бұрын, баға бермес бұрын, сізде сенімділік болу керек, қандай да бір информация, қандай да бір тауардың характеристикасы, тех заданиясы сізде болу керек. Сол бойынша сіздер қатысып, то есть минусқа кетпейсіздер. Енді осы тарапта маркетпен жұмыс айбетпейсіздер, телефонға звондап жатыр, қайта тоқтамай. Енді қараңыздар, маркетте, госзакупте именно ЗЦП-да жұмыс істейтін кісілердің барлығы енді маркетке ауысатын болады. Маркеттің масштабы жаңа кейінгі қосылған кісілер естімеген шығар, алдағы уақытта Қазақстандағы маркетплейстердің барлығын біріктіреді, маркетке қарай, маркеттің, то есть под маркет, олардың бәрін біріктіреді, и осы маркетте сіздер жұмыс жасау, то есть сату мүмкіндіктеріңіз артады, маркетпен жұмыс жасаған кезде. Енді, мысалы, осы оқайын ЗЦП-мен жұмыс істеп келген адамдар болатын болса, тендерге қатысып әбден желік майын шаққан адамдар болатын болса, енді сол адамдар басым көпшілігі маркетке қарай ауысатын болады, маркетпен жұмыс жасауға. Енді жыл сайын біздің МРП-міз өсіп отырады. Қазіргі таңда 14 миллион 600 екен, 700 мың теңге болатын болса, келесі жылдан бастап 15 миллионның үстінде болады. Бір ғана договор. Бір договордың суммасы 15 миллионнан аспайтын болады. Түсінікті ғой, СК-стор болмайды ма сонда дейді. СК-стор дегеніміз самұрық қазынанікі, ол СК-стор бар, бірақ ол әлі кішкене сырой сайт. Онымен енді табандылық танытып, соны кәдімгідей таңнан кешке шұқылап жұмыс жасап отқан кісілер ғана жасай алып отыр. Бірақ 100 адам болса, соның 10-15 ғана жасай алады СК-стормен. Оны өздеріңіз білесіздер, қарап зерттеп жүрген адамдар болатын болса. Түсінікті ғой, достар, То есть, маркет алдағы уақытта маркетте жұмыс жасау тиімділігі артады. Бірақ енді бұл жерде де айналып келгенде маркеттің ішіндегі өзгерістерін мен сіздерге детально қазір айтып бәрін жеткізу уақыты жетпейді. Сол себептен толық ішіндегі жұмыстарын жасауға, настройкасы өзгеріп кетпес үшін, тіркеген тауарларыңыз жаңағы заявка түспейді, настройка өзгергеннен кейін. Оның барлығын қайттан перенастроить ету керек, қайттан жасау керек, обновление болғаннан кейін соған қатыстыра ету керек. Ол туралы толық сұрақтарыңыз болатын болса, толық білгілеріңіз келетін болса, міне осы тікелей эфирде отырмыз. Оны бір ғана жауаппен сіздердің сұрақтарыңызды қанағаттандырмауымыз мүмкін. Сол себептен телефон нөмірлеріңізді қалдырсаңыздар, біз сіздерге звондап хабарласамыз, немесе сол біздің осы инстаграм парақшамызға жекеге өздеріңіздің контактларыңызды қалдырыңыздар, немесе сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Одан кейін ертең күндізгі уақытта жеке-жеке әрқайсыларыңызға разбор жасап, не нәрсеге дайын болу керек, қандай әрекеттерге дайын болу керек, соны біз сіздерге айтатын боламыз. Екінші блог, тікелей эфирдің екінші блогы, ендігі таңда мысалыңға маркетті 3 категорияға бөлеміз. Маркетте жұмыс жасайтын кісілерді 3 категорияға бөлеміз. Бірінші категория нулевой адам. То есть Қазақстан азаматы, Қазақстанда тұратын адам айлыққа жұмыс жасайды, немесе басқа да бір бизнес саласында айналысады. Енді
табысқа шыққысы келеді, иә, то есть бір бизнес бастағысы келеді, ашқысы келеді, білмейді қандай бизнеспен айналысам. Өйткені кез келген бизнес ең бірінші уақытта талап ететін нәрсе не? Ол шығын. Мысалға элементарный бизнес айтайын, даже аяқ киім тігетін етікхана, шеберхана ашатын болсаңыз, ремонт обуви, былай келгенде, сізге оны оборудованиесін алу керек, арендаға здание табу керек деген сияқты. Немесе шаурма ашатын болсаңыз, немесе магазин алатын болсаңыз, міндетті түрде сізге изначально начальный капитал керек. Сізге бірінші капитал керек салатын. Енді капиталды саласыз. Өзі енді ғана бизнес бастайтын адамның қолында, қорында ақшасы болмайды. Оған ақша керек. Ол ақшаны не қарыз қалады, не кредит қалады. Бизнесін бастайды. Енді гарантия бар ма ол бизнестің жүретініне ары қарай. То есть банкротқа ұшырай ма, ұшырамай ма деген сияқты 50-50 риск бар. Әрине мен жеңіл түрде айтып отырмын, 50-50 деп. Ол жерде 50-50 болмайды, ол жерде 30-70 болады. Өйткені бұрын ол салада жұмыс жасамаған адам, жаңадан қарызға алып ақшасын бастаған адам, оны жүргізіп жасап кету үшін, енді былай қазақ тілде айтқанда өте тажал адам болу керек. Ешкіммен араласпау керек, ешқандай ағайын, туыс, дос деген араласпау керек. Жадный болу керек, сол кезде бизнесіңіз жүруі мүмкін. Оны ешкім жасай алмайды біздің қазақ менталитетінде. Енді осыдан да осы нулевой адам осындай шығындарға, дополнительный шығындарға, то есть мысалы традиционный бизнеспен айналысатын болсаңыз, бутик ашатын болсаңыз, ең бірінші сізге арендаға керек, оборудование керек, одан кейінгі уақытта не? Товарыңыз керек, одан кейін таргет керек. Таргет деген нәрсе айналысатындар болса, айналысып жүргендеріңіз болсаңыздар, білесіздер. Таргет деген өте үлкен ақшаны талап етеді. Және ол таргетті екінің бірі жасағанмен профессионально жасай алмайды көп адамдар. То есть ол дегендеріңіз сіздерге үлкен шығын. Осы таңда жаңағы айтып отқан 3 категорияға бөлгенім, маркетпен айналысатын кездеріңізде сіздерге тек қана керек нәрсе ол опыт керек. Және осы ортада жүрген адамдармен советоваться етіп, солардың направлениесі керек. Бар болғаны ИП ашасыздар, ИП-ны ашып, товарларыңызды тіркейсіздер, және тек қана товар тіркеумен бастамайсыздар. Ол жерде, то есть товарларыңыздың санын көбейтесіздер. Ендігі кезекте нөлден бастаған адам бірінші маркетте ақша бар жоғына көз жеткізу керек, заявка бар жоғына көз жеткізу керек. Оны үйреніп алғаннан кейін екінші категорияға өтеді. Екінші категориядағы адамдар қандай? Бір-екі рет заявка жапқан о маркетте, немесе қасында досы алып жауып жүр, бұл қасында көріп жүрген адам, бірақ ары қарай үлкен әрекеттерге бастап кету үшін, заказын көбейту үшін қорқақтық бар, уайымдық бар, то есть екі ойлық бар, бола ма екен, болмай ма екен, стоит, не стоит, жасай алам ба, жасай алмайм ба, ақша түсіп тұрса да, былай айтқанда пинок керек, арт жағынан бір пинок керек, поддержка керек, направление керек, жол көрсету керек. Енді үшінші категориядағы адамдар бар. Үшінші категориядағы адамдар, олар уже маркетпен жұмыс жасап жүрген адамдар, госзакуппен де белгілі бір деңгейге дейін тендерге қатысып жүрген адамдар, бірақ масштабқа шыға алмай жүрген адамдар. Өздері іштей сезеді, біледі. Қазіргі таңда заң өзгеріп жатыр. Бізде көптеген өзгерістер товарларға, именно товарды сату мақсатында, немесе мемлекет товарды сату алу мақсатында белгілі бір шаблон енгізіп қойған. Мысалы, сол требованияға сіздер сай болуларыңыз керексіздер. Оның ішінде не бар? Нацрежимге кіретін товарлар бар, дистрибьюторствоға кіретін товарлар бар. Оның ішінде индустриальный сертификат деп сұралатын жаңағы требование бар. Сіздер соған соответствовать етуіңіз керексіздер. Ендігі уақытта маркетпен айналысып жүріп, айына 1 миллион теңге табыс тауып жүрген болсаңыз, 700 мың, 1 миллион, 1,5 миллион, әр кезде әрқалай, средний есеп, орта есеппен 1 миллион теңге дейік. Енді ол да көп жұмысты талап етеді. Маркет бұрынғыдай емес. Бұрын 30 товар, 70 товар тіркеп қойып, үлкен оборот жасауға мүмкіндік бар еді. Заявканы көбейтіп, айына 1,2-3 миллион теңге табуға болады. Кейін оны 200-500 товарға қостық. Қазіргі таңда, бүгінгі таңда 1000 товардың өзі аз ол маркетте тіркеп сатқанға. Неге? Өйткені сізде сертификат болмағандықтан негізгі заказдар кімдерге өтіп кетеді? Дистрибьюторствосы бар, индустриальный сертификаты бар, нацрежимге кіретін құжаттары бар адамдарға негізгі заказдар соларға өтеді. Қалған заказдар сізде қалады. То есть сіз 1500 товар, 2000 товар тіркеп қойып, енді емін-еркін жұмысымды, заказымды қабылдап отыра аламын деп бұрынғыдай отыра алмайсыз. Не себептен? Өйткені сіздің тіркеген товарларыңыз дистрибьюторствоға өтіп кеткен уақытта сізге қайтадан күнде жаңадан товар салып отыру керек, күнде сол обновление жұмысты жасап отыру керек. Әрине оны 100 адамның 10-ы ғана олай жасай алады, бірақ оның өзінде определенный бір уақытқа дейін ғана жасайды.
одан кейін ол да шаршайды. Қанша табыс болғанмен, бұл енді әрине жер аударатын, күрек ұстайтын жұмыс емес физически, бірақ қанша дегенмен де бұл кропотливый жұмыс. Өйткені бір ошибка болса қара тізімге кетесің. ИП-ң туың қара тізімге кетсе, ары қарай жұмыс жасау саған өте ауыр болады, қиын болады. Өйткені өзіңде ИП болмағаннан кейін біреудің ИП-сімен жұмыс істеуге тура келеді. Біреудің ИП-сімен жұмыс істегеннен кейін ақшаның бәрі соның счетына түседі. Ары қарай өздеріңіз білесіздер, арты не болатынын. То есть енді осы үшінші категориядағы адамдарға қазіргі уақытта қай жаққа қарай бет бұру керек? Ол дистрибьюторство алу керек. Масштабқа шыққыларыңыз келсе, табыстарыңызды көтергілеріңіз келетін болса, міндетті түрде дистрибьюторствоны алыңыздар. Енді оны қалай аламыз, оның жолдары қалай жасауға болады, немесе мен сатқым келетін тауардың дистрибьюторствосы уже бар, мен сондай уақытта не істеймін деген сияқты сіздерде сұрақ болады. Ол енді бір ғана адам емес, екі ғана адам емес, өйтіп сұрап жүрген адамдардың саны көп. Өйткені біздің аудиториядағы кісілердің 70-80% уже омаркетпен жұмыс жасап жүрген хабары бар. Оның бір 50% бізден уже курс өтіп жатқан кісілер, белгілі бір деңгейге келіп, орнынан ары қарай, то есть рывок жасай алмай жатқан кісілер. Бізде 2020 жылы осы декабрь айында біз оқыту орталығы ашылды. Содан бері міне 5 жылға келе жатырмыз. Осы 5 жылдың ішінде бізден кісілер бар, бір шама кісілер бар. Бір курсты, осы омаркеттің курсын 2 қайтара, 3 қайтара, 4 қайтара оқыған кісілер бар. Неге? Олар бір оқығаннан кейін неге қайтадан оқи береді ол кісілер қайтадан келіп? Өйткені оқып алады, жұмысын жасайды, определенный бір 3 ай, 6 ай жасайды да, өзіне керек сумманы шығарып алады, сөйтті омаркет тастап кетеді. 3 ай, 4 айдан кейін, немесе бір 6 ай өтеді, 1 жыл, жарты жыл өтеді, 1 жыл өтеді, қайтадан омаркет айналысайын десе, обновление өзгеріп кеткен, настройкасы өзгерген, өзіне ұмытып қалған бір шама, қайтадан келеді да, қайтадан өтеді. То есть бұл кісілер неге масштабқа шыға алмай жүр? Потому что өзінің бір деңгейіндегі сумманы шығарып алғаннан кейін, жасап алғаннан кейін. Енді көп адамдардың барлығы бизнес подход болғанмен, барлығы мына жағы бизнесмен емес қой. Ертең күн не болады, бұл ақшам қайда жетеді, қайда барады деген сияқты расчетты алмайды. Как будто сол тапқан ақшасы өмір баға жететін сияқты жүре береді, ол ақша бір күн таусылады, одан кейін қайтадан келеді. Бәрі демеймін, бірақ басым көпшілігі осылай жұмыс жасайды. Сол себептен мына жерде бір сұрақ бір келіп тұр екен, оқи салайын. Омаркет жұмыс жасау қызық қой, маған да ұнайды дейді. Өндіріс керек дейді. Қазақстанда соған бас тарту керек, ВВП өсіріп дейді. Бұл жаңағы осы тақырып қазір айтылып отыр, дистрибьюторство, индустриальный сертификат бойынша. Бұл не үшін керек, достар? Россия мен Украинаның соғысы тек қана Россия мен Украинаға емес, осы көрші елдер, біз Қазақстан, біз Россияға товарға зависимымыз, өздеріңіз білесіздер. Европадан, шетелден келетін тауарлардың барлығы через Россия келетін. Оған бір ғана дәлел, мен бұрын тендерге қатысып жүрген кезімде, ол кезде омаркетте жоқ, мынау жүрекке қоятын аппарат бар ғой, роутер деген. Мен сол роутерге қатыстым. Роутерге қатысқан уақытымда оның производителін іздедім. Производитель Италияда. Италияда производителіне шықтық, сөйлестік. Ол кісілер болатын болса, сіздер өздеріңіздің дистрибьюторларыңызға хабарласыңыздар. Біз айтамыз, қайда біздің дистрибьютор? Ол біздің дистрибьюторымыз осы СНГ-ге берілген Россияда, Москва қаласында. Солдан сатып аласыздар дейді. Мен мысалы Италиядан примерно біреуін 70 мың теңгеге сатып алатын болсам, мен уже Россиядағы дистрибьютор арқылы оны примерно 130-150 мың теңгеге сатып аламын. Демек, бұл жерде сырттан келетін тауарлардың барлығы через Россия келетін. Қазіргі таңда Россия ондай поставканы бізге жасай алмай отыр. Россияның өзіне тауар керек, өзіне қаншама санкция қойылғаннан кейін, уже Россия бұрынғыдай бізге келетін тауарларды қамтамасыз ете алмайды. Бұл деген бізге керемет мүмкіндік, әр жайсыз нәрседен тиімді жағын тауып үйрену керек. Бұл деген Қазақстан тікелей Франция болсын, Италия болсын, Германия болсын, қай жақтағы производительді табасыз, сонымен тікелей отношение налаждать етуге болады, тікелей партнер болуға болады, сол производительдердің дистрибьютор болуға болады. Бізде қазір өздеріңіз енді курс өтіп жүргендеріңіз рекламамызды көріп жүрсіздер, бізде пакеттер, жеке курс дейміз, топтық курс дейміз, бұлардың барлығы курс, уақытша, бір жыл сопровождение. Қазір 3-ші пакетті разрабатывать еттік. Оның ішіндегі ең тиімдісі және кімдерге арналған ол пакет. Ол пакет таки именно уже омаркетпен жұмыс жасап жүрген адамдар, госзакуптен хабары бар адамдар, то есть ЗЦП-мен жұмыс жасап жүрген адамдар, осы кісілер, то есть олар бірнеше товар тіркеп тастаған, бірақ дистрибьюторствосы жоқ, индустриальный сертификат жоқ,
нац режимге қалай кіреміз, осыны білмейтін адамдар. Таки именно масштабқа шығатын бизнес сообщество ортасын қазір біз жасап отырмыз. Бұл әрине инициаторы, бұның біздің оқыту орталықтың директоры Ардақ Мырза, менің туған інім, өздеріңіз білесіздер. Бизнес орта, сообщество құру. Бұл сообществода бізде кісілер, производствосы бар кісілер, производительдермен танысы бар кісілер, дистрибьюторство алып, қазіргі масштабқа шығатын оборотын көбейткісі келетін кісілер. Өйткені заман бір орында тұрған жоқ қой, мысалға Омаркетте бір орында тұрған жоқ. Ең басында Омаркетте бір договор 290 теңге болған. Қазір бір договорыңыз 15 миллион теңгеден асады. Демек, Омаркетте дамып жатыр. Бұл дамып талап қойылған сайын, талаптың барлығы нені требовать етеді? Качество, уақыт. Качество, уақыт, конкуренция бар жер бағаны төмендетеді, качествоны жоғарылатады. Біз енді бәріміз осы Қазақстанның азаматы, Қазақстанда өмір сүріп жатқаннан кейін бәріміз сапалы өнім алғымыз келеді. Барлығымыз жоғары деңгейдегі өнімді пайдаланғымыз келеді. И соответственно, соған енді үлкен кереметті алғымыз келеді және аз төлегіміз келеді. Сататын адамдар качество бергенмен қымбатқа сатқысы келеді. Даже качествосы болмаса да қымбатқа сатқысы келеді. Демек, осы екі ортаны регулировать ететін нәрсе не? Ол осындай заң, то есть сертификат болу керек, дистрибьюторство болу керек. Және де Россиядан келетін тауарлар Россия қамтамасыз ете алмағандықтан бізде Қазақстанда отандық өнім өндірушілерге үлкен серпіліс беріп отыр. Мысалға, мен өзім қаншама кісілерді танимын, Алматыда, Тараз қаласында, Қарағанды қаласында, Шымкент қаласында цехтары бар, көптеген нәрселерді өндіреді, бірақ оны өкіметке дәлелдей алмайды ол өндіретіндігін. То есть не деген сөз ол құжатпен жүгіргісі келмейді, құжатын алып алғысы келмейді өзіне. Өйткені олар құжатпен бас ауыртқысы келмейді, то есть кабинетке барып деген сияқты. Қазіргі таңда бәрі электронды түрде требование бойынша апарып беріп отырсаңыз справкаңызды, сізге дистрибьюторство алуға да индустриальный сертификат, оны қалай аламыз, оған қандай требование бар. Одан кейін мынау мүгедектердің обществосы бар, оны қалай алуға болады, ол жерде қандай то есть требование бар. Бірақ енді мен совет айтам, мүгедектердің общество инвалидов дейді ғой, оған жоламай қойғандарыңыз жөн. Егер айналаңызда сондай кісілер болатын болса, солармен олардың сіздің компанияңызда үлесі 51% болу керек. Түсінікті ғой, олармен жұмыс жасау үшін. Осы таңда өкімет бұл арнайы енді зағип жандар ғой енді, соларға беріліп отқан мүмкіндік. Және де өзіміздің отандық өнім өндірушілер мынау элементарны, қалай айтсам, хозтоварлар, расходной материалдар, осылардың көпшілігі бізде шықпайтын. Қазір Аллаға шүкір біртін шыға бастады. Енді онымен де өндіріспен айналысып кету үшін тоже ақша керек, бірдеңе ашып бастау үшін. Міне, пожалуйста, сіздерге даму бар, атамекен бар, сол жерден барып өндірістеріңізге ақша алып бастап кетсеңіздер болады. Ендігі кезекте госзакуп, Омаркет. Енді Омаркет арқылы госзакуп сатып алғанмен правиланың барлығы госзакуп арқылы жүргізіледі. Білесіздер, осы жылдан бастап егер сіз отандық өнім өндіруші болсаңыз, мемлекетке товарыңызды жеткізетін болсаңыз, сізге 30% аванс төлейді. Білесіздер ме, осының 30% аванс төлейді алдын ала. Бұрын ең басында госзакуп негізі аванс беретін. Көп компаниялар аванс алып алады 30%-ді, сөйтті жоқ болып кететін. Сөйтті де оны мүлдем алып тастады. Міне 10 жылдай болды, без аванса жұмыс жасап келдік осы уақытқа дейін. Енді қайтадан аванс беретін болып тұр, бірақ тек қана отандық өнім өндірушілерге. Мына жерде тұратындар, гаражы бар, сарайы барлар переоборудовать етіп алып, белгілі бір, мысалға, осы 2 жылдай уақыт болды, қазір моющий средства шығаратын адамдар өте көп. Мысалы, моющий средства шығару қазір қиын болып тұрған жоқ. Осыған байланысты моющий средства деген өзі өте обширный ғой, ол жаңағы еден жуатыны бар, ыдыс-аяқ жуатыны бар, жаңағы терезе жуатыны бар, әр қайсының өзінің бірнеше түрлері бар, бірнеше түрлі жаңағы иісімен, со вкусами деген сияқты. То есть әртүрлі несімен жасалынады. Осының бірнеше производитель бар Қазақстанда. Олар бір-бірімен конкурировать етеді, соответственно, сапа өседі, баға төмендейді, тұтынушы сатып алатын мемлекетке ол тиімді, және бізде бәсекелестік орнағандықтан бізде качество жоғарылайды. Оны сізде тұтынасыз, бізде тұтынамыз. Тура сол сияқты. Одан бөлек, мысалы, туалетный бумага дегенге 2017 жылы мен Тараз қаласында мынандай грант берілген дамудан, мынандай грант болған. Қайтарымсыз грант 3 миллион теңге. Ешкім, мысалы, сол Жамбыл облысында жоқ нәрсе.
сол облысқа қатысқан шығарылатын өнім жоқ өнімді шығарғанға үкімет ақша береді. 10 аудан бар жамбыл облысында, 10 ауданнан бір адамнан қатысады. То есть 50 адам қатысады, 50 шақты 60 шақты адам заявка береді, соның ішінде бір ғана адам ұтады. То есть бір адам ғана береді. Сол кезде біздің ауданнан ұтқан кісі туалетный бумага шығарады. То есть 2017 жылы біз әлі туалетный бумага шығара алмай отырмыз. Түсіндіңіздер ғой? Менің қатысқаным нәски тоқитын аппарат әкеп қояйын, өткенде нәски тоқымасы ол кезде жамбыл облысында болған жоқ. Қазір білмеймін, бар жоғын. То есть демек осындай мүмкіндіктер бар, мүмкіндіктерді мемлекет беріп отқан мүмкіндіктерді пайдалану керексіздер. Осындай алып жасайтын мемлекеттік мекеменің беріп отқан мүмкіндігін қалай пайдаланамыз, қалай масштабқа шығамыз, одан кейін шетелден келетін тауарлар, то есть таможенный декларация, ол таможенный декларация дегеніміз не ол? Тауарлар қалай өткіземіз, қалай өзіміздің жаңағы ЭКТ-ға тіркеуіміз бар, өзіміздің компаниямызға тіркеуіміз бар, бұның барлығы қалай жасалынады? Бұл осы біздің жаңағы 3-ші пакетіміз сообществода. То есть бизнесмендердің ортасы сообщество, масштабқа шығатын кісілерді біз осы 3-ші пакетке жинап отырмыз. Бұл жерде мынау нөлден бастайтын кісілер сияқты біз мысалы бұрын білесіздер, иә, көптен бері бұрыннан қатысып жүрген кісілер болатын болса, бізді тыңдап жүрген кісілер болса, біз не только ИП ашудан бастап үйреттік нөлден бастайтын кісілерге. Біз даже компьютермен жұмыс жасауды да мойнымызға алған болатынбыз. Кейбір кісілер компьютермен жұмыс жасай алмайды. А, Б, В деп отыратын, иә. То есть мынаны басасың, одан кейін мынаны басасың деп бірінші компьютерді үйретеміз, қалай жұмыс жасау керек екен. Одан кейін барып ИП-ны үйретеміз, қалай ИП-ны аламыз, қалай ИП-ны ашамыз. Одан кейін қандай налоговый режимді таңдаймыз, қайсысы дұрыс, алдағы уақытта налогта қандай өзгерістер болады. То есть осының барлығын көрсетіп нөлден бастап о маркеттегі табысқа дейін әкеп, то есть бір договорда заявканы алып жапқанға дейін біз қасында түгел көрсетеміз, қалған уақытын сопровождениемен жасайтынбыз. Қазір енді ол пакетте бар, әрине жаңадан бастайын дейтін кісілер болса оны үйретеміз, бірақ біздің негізгі қазір көздеп отқанымыз бізде уже осы А мен Б-ны үйреніп алған, табысқа белгілі бір деңгейге шыққан, мысалы айына 1-1,5 миллион табысқа шыққан, бірақ енді осыны X10-ға өсіргісі келетін адамдарды іздейміз. То есть осындай адамдар, то есть уже бизнесті түсінетін, о маркеттің ыстық суығын көрген, уже білетін, қалай айтсам екен, жаңбыр жауып кетті, күн суып кетті, ойбай бармайым, жылап қалам дейтін адамдар емес, таки көрсет, давай жасайық, маған да дистрибьюторса керек, алып беріңіз, көрсетіңіз деп. Осы сообществоға тіркелген кісілер біздің енді бұл былай айтқанда наставничество пакет болып саналады, бизнесмендердің ортасы болып табылады. Соған тіркелген кісілерге 3 брендке дистрибьюторство алып береміз. Алып берген кезде сіз осы процесте өзіңіз қатысасыз түгел, осы процеске қалай алынады, қалай жасалынады, переговор қалай жүргізіледі. То есть оқыту орталықтың директоры Ардақ Мырза сіздерге, как қалай айтсам екен, бір арендаға алған сияқты боласыз. Ардақ Мырзаны өзіңізге арендаға алғандай боласыз, как коммерческий директор есебінде. И сөйтесіз да, сіз қатысасыз да, сол процесті көресіз. 3 брендке сізге алып береді. Жаңа алдында айттым, мысалы сіз Samsung сатқыңыз келетін болса, Samsung дистрибьютор бар бізде. Демек сіз уже Samsungты сата алмайсыз. Сізге әлі дистрибьюторсыз кірмеген производительдерді табу керек. Производительді тапқаннан кейін сол производительден қалай аламыз дистрибьюторство. Міне осы екі ортаны біз сізге көрсетіп береміз. Производительді өзіңіз табасыз, ал алып беруді 3 брендке дейін 3 брендті біз сізге алып береміз. Сіз процеске қатысасыз. Ал болып қатысып біткеннен кейін келесі енді 1-3 тауардың бетіне қарап отырмайсыз ғой. 3 тауардың өзі енді былай айтқанда Аллаға шүкір әжептәуір сіздің маржаңызды көтереді. Енді сіз сол бір 3 бренд алу үшін ғана қосылмайсыз ол сообществоға. Одан бөлек сізге тағы да дистрибьюторство алғыңыз келеді. Мысалы ол маркетте 51 категорияда товар бар. 51 категория. Бірінші категория мысалы канцелярский дейді. Канцелярскийдің ішінде 1000 түрлі зат бар. Строительный товар, строительный товардың өзінің ішінде 1000 түрлі зат бар, иә. Оның запчасти, жаңағы инструменті бір бөлек, материалы бір бөлек. Демек бұл жерде сол осы тауарлардың ішінде әлі дистрибьюторствосы еңбеген, әлі о маркеттің ішінде тіркелмеген тауарлардың саны өте көп, достар. Мен сіздерге жалған ақпарат айтып отқан жоқпын. Егер енді өздеріңіз білесіздер, біз Омаркет порталының Қазақстандағы жалғыз білім беру ресми өкіл болып табыламыз. Енді осы таңда сіздер зерттеп қарап жүрсіздер ғой, площадканың ішіне қарайсыздар, иә? Бір жылда қанша оборот болды? Мысалы 23 жылы қанша? 44 миллиардқа болды ма оборот Омаркетте? 24 жылы 63 миллиардқа,
то есть қателесе жатырмын 22 жылы 44 миллиардқа 23 жылы 64 миллиард плюс-минус оборот болды. Ол жылдан жылға өсіп келе жатыр, МРП өскен сайын өсіп келе жатыр. Бірақ поставщиктердің саны көп болғанмен жаңағындай требование арқылы дұрыс жұмыс жасамайтын, өзінің масштабқа шыға алмай жүрген, то есть енді мен мынандай форматта айтып отырмын масштаб деп, то есть требование, мемлекеттік мекеменің требование сай жүре алмайтын адамдардың барлығы сливаться етіледі, олардың бәрі қалады жолда. То есть избранныйлар қалады жұмыс жасау үшін. Сол избранныйларды біз осы сообществода өзіміз жасаймыз, өзімізбен бірге өзімізге орта жасаймыз. Ол бізге ол сообществоға тіркеліп, әрине ол бесплатно емес, және ол аз ақша емес ол жерде. Оған тіркелген адамдар бізге де плюсы бар, ол адамға да плюс бар. Енді ол жерде қандай мүмкіндіктер бар? Мысалы, сообществоға тіркелсе, мысалға айына 2 реттен осы Астанада, то есть Қазақстандағы басты қалаларда офлайн форматта кездесу болады. Примерно қандай форматта офлайн дегеніміз? Ол Астана қаласы болса, бірінші кездесетіміз. Бірінші күн кездесу, танысу, жаңағы әркімнің өзінің деңгейін выявлять ету, кім қандай деңгейде, кім қанша табысты. Потом сол қаладағы производительдер, индустриальный аймақ бар. Сол аймақтарды барып аралау, производительдермен танысу. То есть бұның барлығы сіздерге не береді? Үлкен опыт береді, серпіліс беріледі, және үлкен бұл нетворкинг. Бізде сол сообществодағы бір оқушымыз Бразилиядан товар алдырған. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, Бразилия қайда, Қазақстан қайда? Оның келуі, мысалға, логистикасының өзі, таможня декларациясы бар, өзінің дополнительный госпошлина бар төлегенде, оған бір нәрсе қала ма? Енді ойлаңыздар, оған бір нәрсе қалмайтын болса, ол неменеге Бразилиядан товарды алдырады? Өздеріңіздер логистика ойлаңыздар. То есть бүкіл әлеммен жұмыс жасауға болады. Товарларды бүкіл әлемнен Қазақстанда әлі шығаруға дайын емес, немесе шығаруға әлі қалай айтсам екен, мүмкіндігі келмей тұрған болса, шетелден алып, сол товарларды дистрибьюторствосын алып жасауға болады. Әрине, дистрибьюторство алу деген оңай нәрсе емес, өйткені әр производитель өзінің правиласы бар. Кім дистрибьюторствоны алады, сол бойынша оларға қалай айтсам екен, талап қояды. Мысалға, сен маған айына осыншама сбыт жаса, немесе 6 айда осыншама сбыт жаса, немесе 1 жылда деген сияқты. Сен сол сбытқа соответствовать етуің керексің. Дистрибьюторствоны алу деген, бүгін производитель таптыңыз, ертең телефон соғып сөйлестік, арғын дистрибьюторствоны ала салмайсыздар. То есть, опять же, айналып келгенде, бұл әр өнім өндіруші, ол өзінің талабы бар. Сол талапқа соответствовать жұмыс жасау керек. Енді мен неге осы сообществоға именно уже ыстық суығына көнген, то есть көрген ыстық суығын, о маркеттің қара тізімге бір кіріп шыққан адамдар бар, енді 4-5 жылдан бері, то есть поставщиктерге, бір жалған поставщиктерге алданған адамдар бар. Бірақ осындай қиындықтарын көре отырып, тастап кетпей, ары қарай жұмыс жасап жүрген адамдар осы кісілерден, то есть мақсат қойып, алдына белгілі бір сумманы қоятын болса, бұл кісілер бізбен бірге жете алады. Ал егер элементарно заказчикке товарын жеткізіп беріп, уақытысында ақшасы түспей қалады, мысалы заказчиктердің ішінде бар, осында жұмыс жасаватқандарыңыздың бір 50-60%-бен болған шығар сондай жағдай, заказчик уақытысында ақшаны төлемей қалады. Сен күйіп кетесің, біреуден процентке ала тұрдың, то есть потому что 4-5 договорға ақшаны салып тастадың, дополнительный ақша жоқ. Саған тағы заявка келіп жатыр, немесе тендерден ұтып жатсың, ақша керек, біреуден процентке аласың, біреуден қарызға ала тұрасың, и заказчик уақытысында ақша төлемейді. Адам осы кезде күйеді, то есть айтады, бүйткен бизнесі құрсын, бүйткен анауысы құрсын, мынауысы құрсын деп қалдырады, тастайды, сынып кетеді, то есть бұндай кісілер ары қарай шығып кету қиын. Бірақ бұл нанын жеген адам, о маркеттің нанын жеген адам бүгін тастағанмен ертеден бәрі қайтадан бастайды. Ертең бастамаса да оны ары қарай қайтадан бастайды. Пока сен осылай ойланып, бір күн бастайын, бір күн тастайын, бір күн бастайын деп жүргенде көп нәрседен құр қаласың. Жаңағы бір курс, біздің курсты 4 жылда 2-3 қайтара оқыған кісілердің де санаты осындай санатқа жатады. Сондықтан достар, егер шынымен айналысқыларыңыз келетін болса, шынымен масштабқа шыққыларыңыз келетін болса, онда уақытты бет жоқ жібермеңіздер. Жаңа айтып отырмын, осында аккаунтта бізге телефон нөміріңіз қалдырыңыз, мен осы орта бойынша, бизнес орта бойынша, наставничество бойынша толық білгім келеді, тіркелгім келеді, көргім келеді дейтін. Өйткені 2025-тен бастап біз осы күштің бәрін осы іске саламыз. Әрине нөлден бастаймын, жаңағы А, Б деп отырам, енді нөлден бастаймын, әлі білмеймін, көрсетіңізші дейтін болса, ол пакетті сол ең басында қалай разрабатывать еттік, сол күйінде тұр, сол күйінде жұмыс жасап кете аласыздар. То есть ол пакетке тіркеліп,
То есть групповой болсын, онлайн форматта болсын, офлайн форматта болсын, үйреніп жасап кетуге болады. Бірақ мен ол кісілерге бірден дистрибьюторствоны айтпаймын, ол кісілерге бірден жаңағындай масштабқа шығу жайлы айтпаймын. Бірінші, енді физика, математиканы бірінші класста оқытпайды, өздеріңіз білесіздер. Сол бірінші класста алфавитті оқытады, тура сол секілді. Бізде осындай методпен, подход осындай методпен, то есть бірінші ИП деген не екенін түсініп алу керек, оның пороговый суммасын түсініп алу керек, упрощендан екінші режимге ауысып кетпес үшін. Осыдан нөлден бастаймыз. Определенный деңгейге келген кезде сосын өзі адам түсінеді, мен ары қарай масштабқа шығуым керек па, керек емес па, жасайын ба, жасамайын ба. Шешімнің барлығын қабылдайтын өздеріңіз, бізден тек қана ұсыныс пен поддержка. Қандай шешім қабылдайсыз, қандай направление аласыз, сол бойынша біз сізге көмектесеміз. Жоқ, маған ол маркет керек емес, мен традиционный бизнеске үйренгем, то есть бір жерде таңнан кешке дейін байланып отырып саудамды жасаймын, немесе бір жерде закрепленный қызметімді жасаймын, бірақ ол маркет керек емес дейтін болсаңыздар, оны да өздеріңіз көресіздер. Бірақ Қазақстандағы менің осы уақытқа дейін зерттеген кезде қазір барлық онлайн форматқа өтіп жатыр. Барлық электронный болып жатыр, то есть саудамда түр электронный болып жатыр. Қазіргі таңда склад ұстап, ол складқа рабочиларды ұстап, одан кейін оны түнгі уақытта уайымдап складында біреу тонап кеткен жоқ па деген сияқты. Немесе магазин ұстап, ол магазинде сатушы қойып, ол сатушы затыңды ұрлайды, ақшаңды ұрлайды, бәрі емес, 80-90% сондай. То есть демек, бұның барлығы сіз негізгі табысыңызға шыққанға дейінгі шығындар. Бірақ сіз ол табысқа шыға аласыз ба, шыға алмайсыз ба белгісіз. Енді осы уақытта сіздерге ең тиімді бизнес түрі шығынсыз ол осы электрондық магазин, маркетплейс, мемлекеттік ол маркет. Мемлекетпен жұмыс жасаған, мемлекетке поставка жасаған өте тиімді және безопасны. Әрине, 100% идеальный ешнәрсе жоқ. Заказчиктердің ішінде де дұрыс білмейтіндері бар, қате жіберетіндері бар, заявканы аннулировать етіп жіберетіндері бар. То есть ол процесс барысында болатын жайсыздықтар, ол ешқандай қиындық тудырмайды. Түсінікті ғой достар, сіздер енді қаншама сұрақтарыңызды қойып жатсыздар, жазып жатсыздар, біреуін оқып үлгеріп жатырмын, біреуін оқып үлгеріп жатқан жоқпын. Одан кейін о маркетте услуга қосыла ма деп сұрап жатыр кісілер. Услугалар итакта о маркетте бар, бірақ көп емес. То есть жалюзи қою, тағы да пластиковый терезе қою деген сияқты услугалар бар. Ал мысалы сантехнический жұмыстарды айтатын болсақ, раковина ауыстыру, немесе душевой ауыстыру деген, оларды услуга жасай алмайды, потому что оны жариялайтын адам, мысалы заказчик алатын болса, заказчик ол істің маманы болмағаннан кейін оның жұмысын оценить ете алмайды. Ал тендерде оны қалай оценить етеді? Оны специально проектировщиктер бар, соны есептеп шығарып беретін. Ол отдельно лот болып табылады. Түсінікті ғой, енді ол болмайтын бір 500 мың теңгенің жұмысы болса, 1 миллион теңгенің жұмысы, немесе 200 мың теңгенің жұмысы болуы мүмкін. 50 мың теңгенің жұмысы болуы мүмкін. Раковина ауыстыру, тағы артындағы жаңағы соединительный шлангыларын жалғау анау деген. Ол жердің қаншалықты деңгейде қиын екенін білмейді. Сондықтан услуга, ондай услугалар әзірге белгісіз қосылатын, қосылмайтыны. Алдағы бұрынғы уақытта да болмаған, қазіргі таңда да ол болмайды. Түсінікті ғой достар, енді бұл екінші блогымыз, біздерге дистрибьюторство алу, қандай серпіліс береді, қандай мүмкіндік береді. Бір орында топ жасап тұрған адамдарға осы сертификаттарды алу мақсатында ары қарай табысын көбейтуге болады. Бірақ бұл дистрибьюторство алу деген, қалай айтсам, бір ойыншық шаруа емес, оған түбегейлі өзіңіздің шешім қабылдап, дистрибьюторстводан алғаннан кейін сіз осы о маркетпен, мемлекеттік мекемемен жұмыс жасаған уақытта сіздің негізгі табыс көзіңіз болып қалады. Өйткені бұны алғаннан кейін сіз басқа жұмысым бар еді, басқа шаруам бар еді деп кететін болсаңыз, осы жасаған еңбегіңіздің бәрі далаға кетеді. Осындай жақтағы шешімдерді қабылдап алу керек, арнайы осы ортаға қосылу керек, ортамен бірге программамен жүріп отыру керек. Сол кезде белгілі бір деңгейде сіздің табысыңыз еселейтініне мен 100% сіздерге сенім бере аламын. Ендігі үшінші блогымыз, біздің енді бұл қысқаша ғана блог. Бұл біздің кейстер, бізден жаңа енді осы үшінші блокқа жетпей тұрды біраз айтып тастадым, бізден Бразилиядан да заказ алып жатқан адамдар бар, табысы өте жоғары деңгейге шыққан адамдар бар. Енді жалғыздың шаңы шықпас, жаяудың аты шықпас деген сияқты, жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың аты шықпас деген сияқты команда болғаны дұрыс жасаған уақытта. Мысалымға адамның жалпы түсінігі психологияда былай ғой, өзіміздің көрмегеніміз, өзіміздің әлі түсінбеген затымызға сене алмаймыз, айтып жатса сене алмаймыз. Мысалға мен өзімді о маркетпен айналысып жүрсем, бір жылда миллиард деген оборот жасап көрмеппіз. Ал
бізден курс өткен кісілер бар, бізден курс өткен кісілермен бірігіп жұмыс жасап жатқан кісілер бар, жылына 2 миллиард 3 миллиард оборот жасап жатқан адамдар бар достар. Ол маркетпен ақ, ол маркеттің өзімен ақ миллиард оборот жасап жатқан кісілер бар достар. Олар қалай жасап жатыр миллиардты, өздеріңіз ойлаңыздаршы. Ол жерде команда, 3 адамнан 4 адамнан тұратын. То есть егер сіз осындай подходпен жақындайтын болсаңыз, сіздің табысыңыз еселейді. Ортада болатын болсаңыз, сізге поддержка беретін адамдар көп болады. Түсінікті ғой достар, Енді мен сіздерге айтып жатырмын, мына жерде телефон номерларыңызды қалдырыңыздар, даныларыңызды қалдырыңыздар деп нақты сұрақтарыңызға разбормен каждыйыңызға жеке жауап беретін боламыз достар. Түсінікті ғой, телефон номерларыңызды мына жекеге қалдырсаңыздар, біздің аккаунтқа осы тіркеліңіздер, подписка жасамағандар болсаңыздар, подписка жасаңыздар, бөлісіңіздер таныстарыңызға, осылардың барлығын жіберіп отырыңыздар. Біз эфирді сохранить етіп қоямыз, то есть эфир қалады. Бөлісіңіздер, ақылдасыңыздар. Так, Арман мырза, Ардақ мырза өзіме хабарлассыншы дейді Қанеке. Міндетті түрде. Ардақ мырза қатты, былай айтқанда, физически мүмкіндігі болмай тұр, қазіргі уақытта бос емес ол кісі. Негізі бүгін эфирді бірге жүргізуіміз керек едік. Өйткені Ардақ мырза өздеріңіз білесіздер. Скрин жасай салайын. Негізі аккаунтқа кіріп қалдырғандарыңыз дұрыс еді ше. Аккаунтқа кіріп қалдырсаңыздар, сол кезде телефон контакттеріңіз жоғалып кетпейді. Из одного дегенді түсіндіріңізші дейді. Из одного источника деген, осы сұрақтарыңызға жауап берейін. Осымен бүгінгі тікелей эфирімізді тәмамдай салайық. Достар, қалған сұрақтарды егер көрдіңіздер ме, бұл жерде былай ғой. Керек еткен адам әрекет жасайды, іздейді, табады, жолын жасайды. Керек етпеген адам енді керек кезге дейін пока үндемейді деген сияқты. Из одного источника деген бір көзден сатып алу. Ол коммерческий предложение арқылы. Мысалға, маған мынандай печать керек болатын болса, мен заказчикпін. Осындай печать жасайтын 3 мекемеге мен хабарласам, Google-дан іздеймін деген сияқты, то есть сайттардан іздеймін де, айтам, маған осындай размері, цветі, то есть качествосы, осы бойынша маған бағаңызды ұсыныңызшы деп сұраймын. 3 мекеме өзінің коммерческий предложениесін маған жібереді. Осы мысалға тура осы бойынша 3 мекеме, біреу айтады, мен 10 мың теңгеге істеп беремін дейді, біреу 15 мың теңгеге дейді, біреу 20 мың теңгеге дейді. Осы үшеуін қосамын бағасын, сөйтіп оларды бөлемін де, ортақ бағасын шығарамын да, оларға мен госзакуп порталынан из одного источника бір көзден сатып алу туралы мен ол адамға заявка жіберемін. То есть договор жіберемін, на подтверждение жасаңыз, осындай поставка жасап бересіз ба деп. Ол поставщик не істейді? Қарайды, өзінің бағасы сай келіп тұр ма, уақытысы барлығы өзінің ыңғайлы болып тұр ма, ол подтверждение жасайды да, договорға отырады. Сөйтеді да, заказчикқа апарып береді. Жеткіз алдым ба? Түсіндір алдым ғой сізге да? КХФК деген название екен, толық аты жоқ екен, сол себептен мен толық айта алмай отырмын есіміңізді. Түсінікті ғой достар, сұрақтарыңыз болса сол жаққа жазып отырыңыздар. Мынау біз группалардың біразына рассылка жіберген болатынбыз, тікелей эфир болады деп. Сол жерде отырған кісілер тікелей Арман мырза өзіңізбен сөйлесіп көрсем бола ма, маған телефон шаласыз ба, ертең сұрайыншы, разбор жасап көрейікші, маған қандай направление керек, сіздердің қастарыңызда болған тиімді ма, тиімсіз ба деген сияқты сұрақтар болатын болса, телефон нөмірлеріңізді қалдырыңыздар, мен сіздерге звондап айтатын боламын. Мынау кейіннен тіркелген кісілер, кейіннен қосылған кісілер тікелей эфирге, мен эфирді сақтап қояйын, негізі сақтамаймыз деген болатын, сақтап қояйын, сіздер сол эфирді қайтадан көріп шығыңыздар. На досуге отырған уақытта, бір бос уақыттарыңызда, немесе арнайы уақыт бөліп. Жақсы ма достар? Амандықта, саулықта жолығайық. Білмейтін сұрақтарыңыз болса ұялмаңыздар. Білмей қиналып жүргеннен гөрі лучше бір рет сұрап, сұраққа жауапты толық алып, ары қарай шешімді қабылдап, направлениеңізді табыңыздар. Эфирді сақтаймын, қазір шығарып қойып қоямын эфирді. Бөлісіңіздер таныстарыңызбен, ақылдасатын адамдарыңызбен ақылдасыңыздар. Негізі көбінесе мынау ерлі зайыптылар ер мен әйелдің бірге жасағанға өте керемет жұмыс. Өте керемет, өте ыңғайлы. Енді біз жаңа кейстер жайлы айтамын дедім, біразы есімде жоқ. Бізде Кентау қаласында болды, әйелі мен күйеуі. Енді сол кісілер айтты ғой, мына жатып ақшаны жатып табатын жұмыс екен деп. Керемет жасады, ол кісілер білмеймін қазір қайда, уже 1,5 жыл, 2 жылдай уақыт өтіп кетті. Ол кісілер мүмкін байып көшіп кеткенде шығар, шетелге ма, басқа жаққа ма деген сияқты. Түсінікті ғой достар,
саламатсыз ба? Коммерческое предложение деген не? Коммерческое предложение деген нәрсе, то есть уже нөлден бастайтын адам екен, түсінікті, категория нөлден бастайды. Коммерческое предложение дегеніміз, сіздің мына сататын товарыңызды өзіңіздің компанияңыздың атынан Құралай деген кісі жазыр екен, мысалы ИП Құралай, біз осындай тауар түрін біз сатамыз, мысалға деп, қағазға жазасыз, енді компьютердің әдемілеп тұрып жазасыз, өзіңіздің эмблемаңызды қоясыз, сөйтесіз де айтасыз. Мен мынандай тауарды сізге жеткізіп бере аламын. Егер 10 штук алатын болсаңыз, бағасы 10 мың теңгеден, 100 штук алатын болсаңыз, бағасы 9 мың теңге деген сияқты өзіңіздің сататын тауарыңыздың жаңағы құжаттамасы, коммерческое предложение. Ұсыныс жасайсыз, мен осындай тауарды осындай бағамен сізге жеткізіп бере аламын. Егер партиясы үлкендеу болатын болса, соответственно, бағасына төмен түсіріп қойып бере аламын деген сияқты ұсынысыңызды сатып алатын мекемеге жібересіз. Мекемеге сіз сияқты бірнеше адам жібереді, мекеме қарайды да, қайсыныкі тиімді, қайсыныкі ыңғайлы, қайсының качествосы жақсы, қайсысы арзан. Соған договор жібереді да, товарыңызды сатып алады. Түсінікті ғой достар, Жақсы достар, жақсылықта, қуанышта кездесейік, бірлеріңізге жәрдем болыңыздар, поддержка беріңіздер, көмектесіңіздер, өйстіп, Алла қаласа, қуатты ел боламыз деп ойлаймыз. Жақсы. Эфирді сақтап қоям, одан кейін ары қарай өздеріңіз бөлісе бересіздер, жарай ма?